Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты, балды қосып, жақсылап миксермен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Аппақ болып ағарғанша осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғарғы жылдамдығына дейін біртіндеп қоса отырып миксерлейміз. Барлығын миксерлеп болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты және де какаоны қосып, осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп миксерсіз араластырып шығамыз. Миксермен араластыратын болсаңыздар, біздің массамыз басылып қалуы мүмкін. Қыздар, біз осы уақытта енді пешімізді 180 градуста қыздырып бастайтын боламыз. Барлығын біркелкетіп араластырып болғаннан кейін противенге салып, барлығын біркелкі етіп жаймалап шығамыз. Қызып тұрған пеште 7 минутта пісіріп шығамыз. Біздің рулетіміз дайын. Пісіп шыққан рулетті осылай орап тастайтын боламыз ыстық күйінде. Енді кремін дайындаймыз. Креміне сметана және сахарный пудра. Әбден суығаннан кейін рулетті ашып, арасына кремімізді жағып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі жемісті қосып орасаңыздар да болады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымда бұдан да басқа түрлі рецепттер бар. Біздің рулетіміз дайын. Міндетті түрде дайын болғаннан кейін 1 немесе 2 сағатқа холодильникке салып қойыңыздар. Сіздермен болған Жансая ас болсын.